Әрмен қарай спорт жаңалықтар жалғастырады. Қайырлы кеш, спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Нұрыш, біз бастаймыз. Сарапшылар Еуро 2024 іріктеу матчының алдында Қазақстан мен Сан-Марино құрамалары арасындағы соңғы болжамдарды жариялады. Ойын бүгін Астана уақыты бойынша сағат 21:00-де Астана Арена стадионында басталады. Sportskida.com сайты басқа да сарапшылар сияқты біздің жеңісімізді болжайды. Қазақстан соңғы 3 ойынның 2-інде және соңғы 7-інің 5-інде жеңіске жетті. Олар өз жеріндегі соңғы 8 ресми ойынның 2-інде ғана жеңіліп қалды. Және осы демалыс күндері өз алаңдарындағы артықшылықтарын қайтадан пайдалануға тырысады. Осы уақытта Сан-Марино 9 рет жеңіліске ұшырады және осы аралықта бір ғана гол соқты. Екі команда арасындағы біліктілік пен сапалы ойынның үлкен айырмашылығы алаң иелерінің бұл матчта оңай жеңіске жетуіне мүмкіндік береді. Болжам Қазақстан Сан-Марино 3-0. Бірнеше сағаттан кейін біз бұл болжамның қаншалықты дәл болғанын білеміз. Барыс Челябинсктің Трактормен бірге ойнап жеңіліске ұшырады. Есеп 2-0. Бірінші кезеңде екі тараптан да белсенділік байқалмады. Ал екіншісінде қонақтардың ойыншысы Энтони Камара 5 минутқа алаңнан қолды. Осы уақыт ішінде алаң иелері есеп ашты. Соңғы 20 минуттың басында Трактор алшақтықты арттырды, содан кейін бәрін жеңіске жеткізді. 18 қарашада Барыс Магнитогорск қаласында Металлургпен кездеседі. Айта кетейік, Металлург осы маусымда қатарынан 6-шы матчта жеңіске жетті. Футболдан Қазақстан жастар құрамасы 2025 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу турнир аясында Мальта командасын жеңді. Кездесу Бельгияда өтті және қонақтардың 0-2 есебімен минималды жеңісімен аяқталды. Қазақстан құрамасының құрамында Айбар Абдулла мен Дамир Қасабулат гол соқты. Қазақстан құрамасы үшін бұл Еуро 2025 іріктеуіндегі алғашқы жеңіс. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Қайрат футбол клубы 30 жастағы бразилиялық шабуылшы Элдер Сантанамен келісімшартқа отырғанын жариялады. Қайраттың су жаңа ойыншымен келісімі 2024 жылдың соңына дейін жасалды. Элдер Сантана Атлетико Минейраның тәрбиеленушісі. Сондай-ақ Тупи, Брагантино, Атлетико Гайоненен, Ботафого сынды клубтарында да өнер көрсетті. 2019 жылдың жазында форвард Португалияға қоныс аударды. Онда ол Сан-Жуаненсе және Жил Висенте командаларының жидесін киді. Элдердің соңғы клубы Ақтөбе болды. Өткен маусымда ол ақтөбеліктер үшін барлық турнирлерде 32 матч өткізіп, 6 гол соғып, 6 нәтижелі пас берді. Португалдық футболшы Криштиану Роналду ұлттық құраманың деңгейінде ерекше жетістікке қол жеткізді. Еуро 2024-ке іріктеу турнирінің топтық кезеңінің 9-шы турында Роналду Португалия құрамасы үшін Лихтенштейн қақпасына гол соқты. Осылайша 38 жасында ұлттық құрамаға 10 гол соққан тарихтағы алғашқы футболшы болды. Португалия 2024 жылғы Еуропа чемпионатына қатысуды қамтамасыз етіп қойған болатын. Команда 27 ұпай жинады және топта бірінші орында. Келесі турда Португалия ұлттық құрамасы Исландиямен кездеседі. Украина өкілі Александр Усик пен британдық Тайсон Фьюри арасындағы ауыр салмақтағы абсолютті әлем чемпионаты үшін жекпе-жек 2024 жылдың 17 ақпанында өтеді деп хабарлайды Queensberry Promotions баспасөз қызметі. Жекпе-жек Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтеді. Усик WBA, IBF және WBO белбеулерінің иегері болса, Фьюри WBC әлем чемпионы. Естеріңізге сала кетейік, боксшылар бастапқыда 2023 жылдың желтоқсанында кездеседі деп күтілген болатын. Бірақ британдық боксшы Франко камерундық аралас жекпе-жек шебері Фрэнсис Нганумен өткізген кездесуінен кейін біраз демалуды шешкен болатын. Жаңа тегін X5 ойны Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді.
Енді әзірге осы, келесі аптаға дейін сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Winline қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Winline төлеміне кепіл болады.